Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жасымық бұршағынан бөлке нан пісіретін боламыз. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Алдымен жасымыққа су құйып, оны бір түн суға салып қоямыз. Салқын бөлмеге немесе терезенің алдына осылай бетін жауып, бір түнге қойып қоямыз. Бір түн өткен соң жасымақты суынан ажыратуымыз керек. Одан соң біз оның үстіне 100 грамм асқабағымызды аламыз. Осылай майдалап турап аламыз. Асқабақтан соң біз кокос майын қосатын боламыз. Бізге осындай кокос майы керек болады. 35 грамм кокос майын бірінші өлшеп аламыз. 35 грамм болу керек. Одан артық болмау керек. Болмаса майлы болып кетеді. Осы майымызды микроволновкаға сәл ерітіп аламыз. Осылай болу керек. Оны осы массамызға қосамыз. Әрі қарай біз осы массамыздың үстіне осындай псилиум клетчаткасын қосамыз. 2 ас қасық қосу керек. Бізде псилиум өте пайдалы. Одан соң гималай тұзын қосамыз, 1 шай қасық. Одан соң 1 шай қасықты толтырмай ас содасын қосамыз. Оның үстіне яблочный уксус немесе виноградный уксус қосып қайыстетеміз. Одан соң осылай блендермен езіп аламыз. Жасымық бізде бір түн суда тұрғандықтан блендермен оңай езіледі. Бізде осындай консистенция шығу керек. Ары қарай біз протеинімізді дайындаймыз. Пергамент қағазын жақсылап төсеп аламыз. Одан соң осы массамызды қолымызды сулап, осындай домалақтар жасап шығамыз. Жасымық бұршағы ағзамызға өте пайдалы. Оның құрамында B-тобының витаминдері көп кездеседі. Ары қарай біз күнжітпен бетін әрлейміз осылай. Енді біз қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Кейбір пештерде 40 минутта піседі. Кейбір пештерде 45-50 минутта піседі. Менің пешімде 45 минутта осындай қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Әп-әдемі болып, дәмді, пайдалы бөлке нанымыз пісті. Менімен бірге аяғына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуларыңызды сұраймын. Алда әлі көптеген ПП рецептерімен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.